Біріншіден бұл тақырыпқа баруым қазіргі қазақ қоғамының замандастарымыздың Абай атамыздың осыдан 130-140 жыл бұрын айтылған сөздеріне ешбір амал жасамай, ешбір өлеңінің мәнінің байыбына бармай жатса да, абайшыл болып 175 жылдығын тойлауға кішкене қопаңдап деген сияқты нәрселер. Оның орнына Абай атамыздың терең сырлы философиялық демей-ақ қояйын, соның ішінде қарапайым 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол деген 5 дұшпан, 5 асыл істерін көңілге тоқып, соған амал етіп жүрсе, біз әлдеқайда озық ұлтқа айналар едік деген толғаудан шыққан дүние. Бұл тақырыпқа осыдан бардым. Ал екіншіден, қандай пьесадағы, драматургиядағы қандай тенденция жаныңызға жақын десе, осы күнделікті өмір, осы реализм, қазіргі уақыт, қазіргі замандастарымның мінез құлқы, өмір сүру салт дәстүрі, әдеті деген сияқты нәрселер менің жаныма жақын. Осы дәл қазіргі күні бүгінгі болып жатқан, ертең тарихқа айналатын дүниелер, қоғамда қайшылықтар, осы айтқанда современность дейді, осы нәрселер жаныма жақын. Әрдайым кез келген шығармамда осы үлгіден ауып кетпеуге тырысамын. Үшінші мәселе, драма жазуға, пьеса жазуға қандай авторлар ықпал етті десеңіз, ең бірінші Османхан Әубәкіров атамыздың марқұм кезінде балаларға жазып кеткен Қожа мен спорт, Милау сиыр сияқты дүниелерін оқып отырып, көз алдыма жаңағы дүниелер елестеп, шек-сілем қатып күліп, шіркін-ай, мен де осылай жаза алсам ғой деген бала күнде туған қиял. Одан кейін мектеп жасындағы Төлен Әбдіков ағамыздың біз үшеу едік пьесасын оқығанда санам төңкеріліп түскендей болды. Осылай да жазуға болады екен, осылай да ойды, әркімнің өз шындығы барын дәлелдеуге, осылай да ойды қорғауға болатынын көріп мен қатты таңғалдым. Одан кейінгі әсер еткен дүние, мына Мұхтар Әуезов атамыздың 20 томдығында кезінде шыққан, соның 12-ші ма 14-ші ма томындағы Шекспирдің шығармалары, Мұхтар Әуезов атамыздың өзі аударған, содағы Асауға тұсау деген сияқты комедиялар, Отелло, осылар қатты әсер етті. Одан кейін әрине Мұхтар Әуезов атамыздың өзінің еңлік кебек шығармасы, содағы тілдің мойлығы, қазақ тілінің молдығы, бір құнарлылығы, сөздің сүбелілігі мені қатты таңғалдырды. Осы авторлар менің ой санама, қалыптасуыма үлкен әсер етті десем, нақ айтқан боламын.